Лариса Мұстафина мектеп-лицейінің 8 сынып оқушысы Думан қызының дилара. Табиғатты аялар, жас өлкетанушылар, экологтар мен табиғатты зерттеушілер республикалық форумның жасыл идея номинациясы бойынша тақырыбы жобаның инновациялық экология бизнес идеялары. Мақсаты қалдықсыз өндіріс арқылы нарықты эко-өніммен қамтамасыз ету. Міндеттері шикізат шығару жүйесін құру, энергияны үнемдейтін технологияларды енгізу, өнімнің өзіндік құнын пластиктен арзан ету. Өзектілігі: неліктен қазір климаттық өзгерістер ресурстардың сарқылуы, нарықтағы сұраныс, тұтынушылардың эко-таза өнімдеріне көшуі. Бірінші идея: мәселе пластик қалдықтар, шешім санаулылықтың есебінен немесе балдырлардан жасалған биоыдырайтын қамтамалар өндірісі. Артықшылығы: толықтай компосталады, микропластик қалдырмайды. Екінші идея: бұл жерде тік фермалар. Мәселе ауыл шаруашылығының су тапшылығы мен логистикалық шығындар. Шешім: қала ішіндегі нарықтарда аэропоника және георопоника арқылы өнім өсіру. Идея үшінші: бұл жерде мәселе қоқысты сұрыптаудың төмен тиімділігі. Шешім: жасанды интеллект көмегімен қоқысты автоматты түрде сұрыптайтын роботтардың жүйелері. Және де бұл жерде экологиялық таза технологиялар, жаңартылатын энергия және логика кәсіпорындарына арналған ақылды энергия жүйесі. Күн панельдері мен шағын жел қондырғылардың бизнес нысандарын интеграциялау. Және де тұйық секілді өндіріс, шикізатты қайта өңдеу технологиялары. Өнім қызмет ретінде ұсыну, модель сатып алудың орнына жалдау. Және жасыл құрылыс технологиялары, энергияны нөлдік деңгейде тұтынатын ғимараттар, экологиялық таза құрылыс материалдары, рецептирден бетон ағаш. Инновациялық технология: процесс шикізатты тазарту, сұлақтау, вакуумдық қалыптау, стерилизация. Технологиялық ерекшелік: өндірісте суды тұйық секілде қолдану. Өнімнің сипаттамасы: 100% биоыдырайтын материал, топырақта 45-60 күнде кинотечке айналады. Микротолқынды, пешке және мұздатқышты төзімді, стилімді, эстетикалық дизайнды. Экологиялық тиімділік: пластикті алмастыру, жылда 50 тонна пластик қалдығының алдын алу. Көміртек ізі: өндіріс кезінде SO2 бөлігі 70%-ға азайту. Топырақ құбары ыдыраған кезде жерді органикалық заттармен байытады. Маркетинг жоспар: мүмкіндіктер, мемлекеттік жасыл гранттар, эко-критерийлеріне сәйкестік. Артықшылығы: тұтынушылардың эко-ұстанымдары таңдауына әсер ету. Нысаналы аудитория: фастфуд желілері мен кафелер, кейтеринг компаниялары, экологиялық өмір салты ұсынатын және жеке тұлғалар. Өндірістің жоспар: қажетті жабдықтар, пресстер, машинасы, ұсақтағыш қалыптар. Шикізат көзі: жергілікті фермалар шаруашылықтары. Бұл логистикалық шығынын азайтады. Экономикалық тиімділік: қаржылық модель. Бастапқы инвестиция шартты түрде 2-3 миллион теңге. Өзін-өзі ақтау мерзімі 12-18 ай. Болжамды табыс: өндіріс қуаттылығын байланысты тұрақты өсім. ESG тұрақты даму приоритеттері: қоршаған ортаны қорғау және де ауылдық жерлерде жаңа жұмыс орындарын ашу. Ашық есептілік және экологиялық стандарттарды сақтау. Жобаның кезеңдері: бірінші кезең зертханалық сынақтар және прототип жасау. Және де екінші кезең шағын цех ашу және сертификаттау. Үшінші кезең өңдейтін ірі сауда желілерін шығару. Және де бұл жобаны қорытындылай келе, бұл жоба экологиялық мәселелердің экономикалық шешімі, біз қалдықты ресурсты айналдырамыз. Таза болашақ бүгінгі жасыл идеялардың басталды. Назарларыңызға рахмет.